Жылап жүрім. Ассаламуалейкум, құрметті жаңғырғандықтар. Менің қолымда тұрған бұл қағаз жай ғана қағаз емес. Бұл қағаздың әр сөзінде, әр әрпінде бір бүлдіршіннің арманы, мақсаты, болашаққа деген үміті жазылған. Біз жаңарған жастары қоғамдық қоры бір аптада бір арман атты жобамызды қолға алдық. Ендеше осы хаттардың ішінен бір бүлдіршінді таңдап алдық. Сол бүлдіршіннің бізге жолдаған хатын оқып берейін. Арманға апарар алғашқы қадам. Мен 10 жастамын. Болашақта бақытты, жақсы адам болуды армандаймын. Арманым орындалу үшін жақсы оқып, бәрін үйренуге тырысамын. Менің арманым бизнесмен болу, немесе таэквондодан тренер боламын. Анама көмек берген адамдарға жақсылығым қайтарғым келеді. Өзіме телефон алғым келеді. Мен еңбектенсем, өз мақсатыма жетемін. Мен өзіме сенемін. Анама квартира алғым келеді. Мен өзім өскенде компьютерді армандаймын. Біз бауырларымызбен анамызды барлығымыз қорғау керекпіз. Біз барлығына қанағат тұтамыз деп Абдуғаппаров Абдулла есімді батыр 5-ші сынып оқушысы жазған екен. Бұл батырымыздың арманын барынша орындауға тырысамыз. Ендеше біз осы хаттың иесі Абдулла батырымызды арнайы шақырдық. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше батырымызды күтіп алайық. Ассалаумағалейкум. Қалайсың батыр, жақсысың ба, амансың ба? Бізге осындай бір алдында осындай бізде жобада осындай хат жолдаған екенсің. Мынау сенің хатың ғой, есім Абдуғаппаров Абдулла 5-ші сынып оқушысы. Құдай қаласа біз сенімен бірге енді бүгін осы арманыңды орындасақ деген ниеттеміз, кішігірім қолдан келгенше. Кеттік па? Кеттік жүр. Ендеше бірінші өзің анаңа сыйлықтар алайық, бірінші. Арғай қалаған затыңды не алғың келеді, не подарка, не жейсің, барлығын ала бер осы жерде. Алай. Тағы інің ғана бармайды, тағы қарындасың бар ма? Оған да. Қарындасым кукланы өте жақсы көреді. Кукланы жақсы көреді? Болды онда, кез келген кукланы ал. Осы дұрыс па еді? Үлкендеу дұрыс па әдемі? Соны аласың ба? Бір сөзінде бірақ кез келген нәрсеге қанағат тұтамыз деп жазған екенсің. Қайсың батыр? Тағың бар, қарындасың бар, інің бар сосын? Мамам бар. Мамаң? Мамаңа не аламыз? Битик мамаңа үйге шаймен ішетін анау-мынау заттарын айғында шетін тәтті. Солай көреміз, а? Қарындасым өте жақсы көреді. Қандай жақсы көреді ма қарындасың? Наяқтан көріп жатсың ба? Қарындасың мен ініңе ма? Молодец. Қысқа ойыншығың тұр ол, астында қара бұрады. Астында бар ма ол? Болды аламыз, иә. Осы жердегі заттарды алайық онда. Болды ғой. Осылар. Шығып жылы. Қарындасың бар. Қарындасың, а? Бұның сен аю бар. Бар ма? А? Өзіңнің бір хатыңда үндерме жаңағыдай қамқор боламын деп жазған екенсің. Тағы не бар алады? Болды басқа берді. Болды ма? Інісіне осындай ойыншық алыпты, өзі таңдап жүр. Сіздің видеоңызды бірнеше рет көрдім. Лайк бастың ба? Ананы алып бере аласыз ба? Қайсы? Осы ма? Иә. Осы ал. Ініңе алам. Ініңе ма? Қарындасым алайын деген ғой жаңа. Қарындасың, иә? Неше оқитын қарындасың? 3 оқитын. Осыны алың кеп тұр ма? Алам деген. Қарындасыма алам деп қойып пен? Иә. Қуанып қалатын болды қарындасың. Кеттік. Енді сені бір күшті жерге апарамын қазір. Заттарды алғайық. Өзің негізі қай спорт түрімен айналысасың? Или ұнатып жүрген спорт түрің бар ма? Таэквондо. Қызығасың ба или айналысып жүрсің бе? Айналысқам. Айналысқам. Қызығасың ба әлде? Тренер болғың келе ма? Иә. Ендеше аяқ киім шеш. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, жақсысыздар ма? Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар екен, жақсысыз ба? Ассалаумағалейкум. Жақсысыз ба? Өзің Абдулла деген батырымыз сізге әкеліп едім ғой. Болашақта сіз сияқты елге үлгі болатын тренер болғым келеді дейді. Бәрекелді, қуаныштымыз. Елдің азаматы болып кел. Бала, Чарат, сан күні
Мінекей, бізге ұлымыз таеквондо спортынан арман мақсаты бар екен. Таеквондо спортынан есімі кім? Абдулла баламыз мінекей таеквондо спортымен айналысқысы келіп, біздің ауданымыздың мақтанышы болу арман екен. Құдай қаласа сәттілік, чемпион болу керек. Бұл залдан көптеген спортшылар шықты, спорт шеберлері, көптеген үлкен ірі додаларда қатысқан осы залдан шыққан балдар бар. Құдай қаласа сен де солардың арасына қосылуға тілектеспіз, қуаныштымыз, бәрекелді. Біздің ұлымызға арнап мінекей арнайы таеквондо спортын формасын сыйға тартамыз. Мінекей қараңыз. Енді бұйырса осы форманы киіп балдардың сапқа қосыласын сенде. Бәрекелді. Мінекей. Тосын. Ай, бәрекелді. Ашып көрсе. Ана. Міне жаттықтырушы болуды армандайды екен. Сізге қош, Құда қаласа біздің төрімізден орын бар. Ал спортшыларыңызбен өзің жаттығуыңыз бастайсың. Бәрекелді. Сен қай жерде тұрасың? Кеттік, жаймен бір күрік жай жүгіріп аламыз, жаймен кеттік. Екі қатар бөлініп тұрамыз, жылдам. О, жаттығуымыз бастадық, молодец. Жақсы, өте әдемі. Сол аяқ. Блок қоямыз, міне қара. Ха. Давай, ач. Ача, молодец. Оп, ай, молодец. Оп, ай, молодец. Міне ең кішкентай баламыз. Кән. Оп, ішке басқа, молодец. Ішке басқа. Жарайсың, ішке басқа. Тамаша. Көрініп тұр, өте тамаша. Жақсы. Арман мақсаты бар, бұйырса. Көптеген жарыстардан жеңімпаз болады деп үміттенеміз. Таш, хоп, міне. Жылжа. Құрметті қыздар, жігіттер, барлықтарыңыз жарайсыздар. Өз деңгейлеріңізді көрсеттіңіздер, рахмет сіздерге. Енді сіздерге біздің осы ағаларыңыздың атынан кішігірім сыйлықтарымыз бар. Осылай қабыл алыңыздар. Қандай жақсы. Ағаларыңа рахмет айтып қойыңдар. Балдардың көңілін көтеріп, мінекей. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын. Ауданымызда мына жежей тарапы көптеген осындай жағдайда үлес қосып, төбе көрсетіп, биіктен көрініп атсыздар. Әрдайым сіздерді мына жүйеден байқап отырамыз. Өте жақсы бастамалар бастап отырасыздар. Осы бастамаларыңызға үлкен рахмет. Әрдайым ауданымыздың спорты дами берсін. Рахмет айтамыз. Бәрекелді. Абдулланың анасы бар екен осы жерде. Келсеңші. Келіңіз. Қарындасымызда келіңіз. Бізде осындай бір аптада бір арман деген жоба басталды. Бүгін бізде бірінші осылай түсірілім. Сіздерге де рахмет. Абдулланы апарды, қыдырттық, жүрдік. Бұл да өзінің армандарын айтты. Сіздерге рахмет. Біздің атымыздан кішігірім сыйлығымыз бар еді. Таңдап жүріп бәрін үйге мамаға шайға алайық осындай заттарды деп, және осына қарындасыма арнайы осындай сыйлық алайын деп, осындай шаймен ішетін заттарын алып, сіздерге де Құдай қаласа аман болыңыздар. Және де тағы бір сыйлығымыз бар. Ана қарындасы мен інім бар деп өзің несін айтты. Осы нені ұнататын еді қарындасын деп арнайы. Андай. Құтты болсын. Енді осындай қыста жолы жүрсін деп осындай күшті нәскелер алды. Және өзім үйдегі інім бар деп інісіне осындай машиналар, тағы да сыйлықтар, робот. Және де өзінің арманында болашақта кәсіпкер болсам деген арман, таеквондодан тренер болсам деген осындай құрылыс інісіне, осындай құрылыс несін алды. Мүмкін құрылыс саласында кәсіпкер боламыз, Құдай қаласа. Алла тағала арманына жеткізсін. Рахмет көп баламның осы бір арманын орындағандарыңызға.
сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Алда да осындай жақсы жұмыстарыңыз алға баса берсін деймін. Рахмет көп. Алғысым шексіз. Жылап жүрмін. Болды, жыламаңыз, Құдай қаласа. Молодец, Абдулла Батыр, жарайсың, Құдай қаласа. Бізге өзінің арманын осы хат арқылы жеткізді. Біз осы арманын барынша орындасақ деген ниетпен әйтеуір осылай сізге алып келдік. Сізге рахмет. Құдай қаласа, сен де осы Кәмілжан ағай сияқты ауданында ел тұтар үлкен осылай аға жаттықтырушы болуыңа тілектеспіз бұйырса. Құрметті жаңғырғандықтар, осымен біздің жаңғырған жастары қоғамдық қорының бір аптада бір арман жобасы осымен бірінші түсірілімі осы Абдулла Батырмен өтті. Алдағы уақытта әлде де осылай жалғаса беретін болады. Бізбен бірге болыңыздар, сіздермен бірге жаңғырған жастары қоғамдық қоры және де қайда Жаңақорғанда. Бізбен бірге болыңыздар. Рахмет баршаңызға.